1000 көлеміндегі сандарды көбейту және бөлу. 40-ты 7-ге көбейтсек 280-ге тең. Көбейтіннің мәні. 28 ондық бөлу 7 тең 4 ондық. Яғни ондықтың орнында 1 0 бар деген сөз. Бұны разрядтық түрде жіктеп айттық. Төртінші есепке бір мысалдан 4-тің асы А мен Б-ның көбейтіндісі. А-ның мәні 100-ге тең, Б-ның мәні 8-ге тең. Берілген санды жазып, оны 100-ге көбейтетін кезде 100-де 2 0 бар. Яғни оң жағына 2 0-ді тіркеп жазамыз. 800-ге тең екен, көбейтіндінің мәні 800. 4-тің әсі А мен Б-ны бөлу керек. А-ның мәні 630, В-ның мәні 10-ға тең. Санды 10-ға бөлгенде берілген санның оң жағындағы 1 0-ін алып тастаймыз. Яғни 630-ды 10-ға бөлгенде бөліндінің мәні 63-ке тең. Өрнектегі амалдың орындалу реті. Бірінші, егер жақша тұрса, жақшадағы амал бірінші орындалынады. Одан кейін екінші, бөлу тұрса, бірінші бөлу орындалынады. Көбейту тұрса, көбейту орындалынады. Қайсысы ретімен тұр, солай орындалынады. Немесе көбейту, содан кейін бөлу. Ең соңында қосу мен азайту амалдары қайсысы бар, сол соңында осылай орындалынады. Осы ретпен орындау керек өрнекті. Бесінші есепті осы орындалу ретімен есептейміз. Бесінші есеп өрнекте жақша жоқ. Олай болса, бөлу амалы да жоқ. Бөлуден кейін көбейту амалын орындау керек екен. Олай болса, бесінші есептің осы есебінде 50 мен 4-ті көбейтуді бірінші орындаймыз. Содан кейін осы шыққан санды тауып аламыз. 1000-ды осы шыққан көбейтінді мәнінен азайтамыз. 50-ді 4-ке көбейткенде 200. 1000 азайту 200. 1000-нан 200-ді азайтқанда айырманың мәні 800. Неке мына өрнек мәні шықты. Екінші өрнекті қарасақ, мұнда көбейту, қосу, бөлу амалдары бар екен. Жақша жоқ. Бірінші бөлу амалы тұрса, бөлу амалын бірінші орындаймыз. Олай болса, рет-ретімен бөлу амалы бірінші, одан кейін екінші көбейту, ең соңында қосу амалы. 630-ды 9-ға бөлсек, 70-ке тең. 50-ді 6-ға көбейтсек, көбейтіндінің мәні 300-ге тең. Үшінші амал қосу, ең соңғысы 300 бен 70-ті қосамыз. Қосындының мәні 370-ке тең. Олай болса, бұл өрнектің мәні табылды 370-ке тең. Алтыншы есеп шартты шешуі жауабын жазамыз. 6-ның Б-сы шарты. 6 килограмм алмадан 3 литр шырын алынды. 180 килограмм алмадан қанша литр шырын алынады? Шешуі шартында алынды, алынады деген сөздер болса, демек бөлеміз. Яғни 6 килограмм алмадан 3 литр шырын алынды. 6 килограммды 3 литрге бөлеміз, 2-ге тең. Енді 180 килограмм алманы осы шыққан бөліндінің мәніне бөлеміз. 180 килограммнан 2 килограммды бөлеміз. 180-ді 2-ге бөлгенде
90. Олай болса 180 килограмм алмадан жауабы 90 литр шырын алуға болады.